саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың лексикалық тақырыбы қазақ халқының ертеден келе жатқан мәдени мұрасы және оның ерекшеліктері. Грамматикалық тақырыбымыз іс-қимылдың сын сипаты, өту амалы, қимылдың жүзеге асу орны. Сипаттау мәнді сөйлемнің берілуі, бейнелеуіш, еліктеуіштер. Сабақтың негізгі мақсаты қазақ халқының ертеден келе жатқан мәдени мұрасы, оның ерекшеліктері туралы түсінік бере отырып, іс-қимылдың сын сипаты, өту амалы, қимылдың жүзеге асу орны. Сипаттау мәнді сөйлемнің берілуі, бейнелеуіш, еліктеуіштер туралы түсіндіру. Рухани жаңғыру мәдени мұра бағдарламасы аясында елімізде алғаш рет отандық ескерткіштерді түгендеу жүргізіліп, республикалық және жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізімдері бекітілді. Қазақстан өңірлерінің атап айтар болсақ, Алматы, Ақмола, Қызылорда, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстары және Алматы қаласы тарих және мәдениет ескерткіштерінің энциклопедиялық жинақтары басып шығарылды. 2003-2004 жылдары Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен таңбалы археологиялық кешені ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілді. Бұл жетістіктер қазақстандық ескерткіштердің бүкіл адамзат тарихындағы ерекше маңызын көрсетті. 2014 жылы Алматы облысындағы Талғар, Қойлық, Қарамерген қалашықтары, Жамбыл облысындағы Ақыртас археологиялық кешені мен Баласағұн, Құлан, Өрнек, Қостөбе қалашықтары да ЮНЕСКО тізіміне енгізілді. Жалпы айтқанда, мәдени мұра бағдарламасын жүзеге асыру ұлттық сана сезім мен танымның сұрауына, қалыптасуына және нығаюына жауап болып, елімізде жаңа мәдени тарихи ландшафтының құрылуы және қазақстандықтардың өз тарихы мен мәдениетіне деген қызығушылығының артуына үлкен ықпал етті. Тәуелсіздік жылдарында тарихи мәдени мұра саласындағы ұйымдар желісі едәуір кеңейіп, республикалық деңгейдегі музейлер мен музей-қорықтар құрылды. Айталық, бүгінде еліміз бойынша республикалық деңгейдегі 12 музей-қорық жұмыс істеуде. Олар өз аумақтарында мыңдаған тарихи ескерткіштерге қамқорлық жасап отыр. 2015 жылы елімізде қазақ хандығының 550 жылдығы кеңінен аталып өтіп, мерейлі жыл аясында елордамызда қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиын, мерекелік концерттер және мәңгілік ел атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізілді. Тараз қаласында қазақ хандығы монументінің, ежелгі Тараз музейінің салтанатты ашылу рәсімдері және тағы да басқа мәдени көпшілік спорттық шаралар ұйымдастырылды. Ал бүгінде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бұрын басталған шаралар жалғасын тауып, Қазақстанның тарихи мәдени мұра саласы одан әрі жаңа сапаға көтерілді деуге болады. Тарихи мәдени мұралар ұлттық болмысымыздағы жаңғыртуы тиіс. Бүгінгі уақытқа дейін министрліктің атқарып жатқан және алға қойған басты мақсаттары негізінен осы бағдарламаны тиімді жүзеге асыруға бағытталған. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып, мәтін тақырыбын қойыңыз, жер атауларын теріп жазыңыз. Халқымыздың мәдени мұрасы ретінде танылған ауыз әдебиетінің шығармаларының да орны ерекше. Солардың ішінде шешендік сөздерді айтса болады. Мына бір шешендік сөздерді мәнерлеп оқып жаттап алыңыз. Әр сөздегі буын түрлерін ажыратыңыз. Тау белгісі тас болар, май белгісі ас болар. Алған жарың жаман болса, тазалық жоқ нас болар. Алған жарың жақсы болса, қартайғанша жас болар. Бұл бізде екінші тапсырма болып табылады. Бірінші тапсырманы болғанда, екінші тапсырманы жасасын. Енді іс-қимылдың сын сипаты, өту амалы, қимылдың жүзеге асу орны, сипаттау мәнді сөйлемнің берілуі, бейнелеуіш, еліктеуіштер тақырыбына кезек берсек. Еліктеу сөздер шығу жағынан да, құрылысы жағынан да басқа сөз таптарына ұқсамайды, бірақ тұрмыста қолдануының жағынан ерекше орын алады. Оларға сарт, сарт, сырт, сырт, сарт, сырт, жылт, жылт, жалт, жұлт, кілт, қалт сияқты сөздерге жатады. Еліктеу сөздер екі топқа бөлінеді. Оның бірінші тобын еліктеуіш сөздер, ал екінші тобын бейнелеуіш сөздер деп атаймыз. Еліктеуіш сөздер айналадағы табиғат құбылысының алуан түрлі дыбыстарына еліктеуден пайда болған. Мысалы, мылтық тарс етті, қарға қарқ етті. Ал белгілі бір көріністің, қимылдың бейнесін елестететін сөздер бейнелеуіш сөздер деп аталады. Мысалы, елең етті, салп, салп, жалп, жалп, жалт, жұлт, лап, лап сияқты сөздер. Үшінші тапсырма: төмендегі сөйлемдерден бейнелеуді көрсететін сөйлемдерді көрсетіңіз, сөздерді көрсетіңіз. Өйткені Нұрқожа талтаң-талтаң басып келеді екен, ауылымның төрт түлігі маң-маң басып
өріске келеді. Әдетте қазандағы су бұрқ-бұрқ қайнады. Ол сақ-сақ күліп шығып кетті. 4-ші тапсырма. Келесі еліктеу сөздермен сөйлем құраңыз. Тарсыл, жылтырайды, тырсылдайды, жалт-жұлт, қаңқылдайды, дүрсілдейді. Үздіккен арманның үзілмес үміттің мекені болған ғашықтар қаласы. Алтыны аспаннан байлығы балақтан шалған көпестер шаһары. Таңдайы жырға, маңдайы нұрға бөлінген шайырлар мекені. Жасыл желекке бөлінген табиғат аясы. Ертегіге бергісіз аңыздар алқабы. Ғасыр жаңалықтарының орталығы. Мың жылдықтар мұрасының көне жұрты. Күннен сұлу, айдан анық ақиқат даласы шақырады. Әуежайдан түскеннен бастап мұндағы климаттың аса жайлы екенін аңғарасыз. Аяқ қолыңызды жерге тигізбей тосып алатын жүргізушілер қонақжайлылықтың айрықша белгісі ретінде қаланың ең көрікті жерлерін табиғатпен егіз жаралған көшелерді мақтанышпен көрсетеді. 5-ші тапсырма. Осы мәтінге морфологиялық талдау жасаңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.